Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз мультфильм құру үшін спрайттарды басқару. Алдымен өткен сабақты еске түсірейік. Анимация деген не? Дыбыс блогының түсі қандай? Бүгінгі сабақта үйренетініміз пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру. Біз өткен сабақта мультфильм құрып үйрендік. Енді мультфильм құрғанда пернетақтадан спрайтты басқару мүмкіндігін қарастырайық. Спрайттарды пернетақтадан басқару үшін сабаққа қажетті құралдарды жинаймыз. Мультфильмін жасап көрейік. Қажетті спрайттардың суреттерін интернеттен бумаға жинақтаймыз. Программаны іске қосып, осы спрайттарды жүктеп алайық. Басты кейіпкер мысық болады. Ол сахнада оқу құралдарын жинайды. Басқа заттарға барғанда, мен оқу құралы емеспін деген хабарлама шығуы керек. Мысық мектеп құралдарына жақындағанда, құралдар көрінбей қалады. Мысық спрайтын басқару үшін осы пернелерді қолданайық. Пернелерді басқару командалары сенсорлар блогында орналасқан. Сабаққа қажетті құралдарды жинаймыз мультфильмнің скриптісі. 53-ші суретте сахна және мысықтың скриптісі, 54-ші қуыршақ пен доптың скриптісі, 55-ші суретте мектеп құралдарының скриптісі берілген. Білгенге маржан, дыбыс блогы күлгін түсті блог. Ол блогты пайдаланғанда дыбыс ойнатылады. Дыбыстарды арнайы дыбыс кітапханасынан алуға болады. Назар аударайық. Мына батырманы басқанда кейіпкер бағыты ауыспайды, бір бағытта қозғалады. Білгенге маржан. Бұл сенсорлар блогының командасы. Мысықты пернетақтадан басқару үшін осы команданы пайдаланамыз. Балалар, енді дәптерімізді ашып, тапсырмалар орындайық. Ізден орында. Қызметтерін жаз. Ойланып орында. Батырманың қызметін жаз. Сөзді тап. Бір түсті әріптерді пайдаланып, сөздерді тауып жаз. Сәйкестікті орында. Мақтағыз бен мысық ертегісін есіне түсір. Ертегі суреттері мен іс-әрекеттерін ретімен нөмірле. Келесі жұмыс компьютермен жұмыс. Тапсырмаларды орында. Скретчті іске қос. 53-ші суретте көрсетілген спрайттарды таңда. Мысықтың скриптісін құр. Оқиғалар, келбет, басқару, қозғалыс, сенсорлар блоктарын пайдалан. Қуыршақ пен доптың скриптісін құр. Оқиғалар, келбет, басқару, қозғалыс, сенсорлар блоктарын пайдалан. Мектеп құралдарының скриптісін құр. Оқиғалар, келбет, басқару, қозғалыс, сенсорлар блоктарын пайдалан. Тапсырманың жасалу жолына назар аударайық.
Келесі тапсырма орында. Берілген блоктардың қызметін дәптерге жаз. Зертте. Сенсорлар блогындағы мына пернелердің қызметін зерттеп көр. Осымен балалар, бас бармақ арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.